Естерімізбен екеуі қонып жатып бір таудан намаз шамынан өткенде, құптан мезгіл жеткенде құлағына батырдың бір дауыс кеп шулайды. Алматы қаласы Бостандық ауданы номер 92 мамандандырылған лицейдің 7 сынып оқушысы Әбдіғали Бекарыспын. Бұл қобыланды жыры арқылы мен өзімнің есте сақтау қабілетімді дамыттым және өзімнің сөздік қорымды байыттым. Және қобыланды батырдың қасиеттері қайсарлық, адамгершілік, батырлылық, ержүректілікті өзімнің бойыма сіңірдім. Баламды дайындау барысында баламның бойынан рухани байлық байқадым, рухани күш-қуат сіңіргенін байқадым. Оны жаттау барысында ескірген сөздерді меңгере білді, өзінің жаттау қабілетін шыңдады. Бойына ең маңыздысы бойына қазақтың асыл мұрасын сіңірді деп білем.